бұл математика нөлден бастап курсы 12-ші сабақ. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз нүкте, түзу және кесілі. Ең бірінші нүкте. Нүктелерді біз латын алфавитінің үлкен әріптерімен белгілейміз. Мысалы, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай С нүктесі. С нүктесін яғни біз үлкен С әріпімен белгілегенбіз. Немесе осы түзудің бойында жатқан А нүктесі. Яғни нүктені бас әріптермен белгілейміз. Ал түзулерді осы алфавиттің кіші әріптерімен белгілейді екенбіз. Мысалы, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай А түзуі бұл кішкентай А әрпімен белгіленген. Келесі бізде бірде екінші суретте А, В, С нүктелерімен А түзуі бейнеленген, А және В нүктелері А түзуінде жатады. Яғни нүктелер түзуге тиісті. Оны біз қалай белгілейміз? Мысалы, мына суретте міне А түзуі берілген, оның бойында А және В нүктелері жатыр. Сонда бізде А нүктесі тиісті А түзуіне. Яғни мына тұрған белгі бізде тиісті деген мағынаны білдіреді екен. Немесе В нүктесі тиісті А түзуіне. Яғни осылайынан жазады екенбіз. Ал С және Д нүктесі бұл түзудің бойында жатқан жоқ. Яғни тиісті емес. Оны қалай жасамыз? С нүктесі тиісті емес А түзуіне. Немесе Д нүктесі тиісті емес А түзуіне. Яғни тиісті деген белгінің үстін сызып тастаймыз. Осы солай бізде, яғни бізде мынау тиісті деген белгі осы, ал оның үстінен сызылған болса, ол бізде тиісті емес деген белгі. Келесі бізде бірде үшінші суретте А және Б түзулері берілген. Және олар А нүктесінде қиылысады. Яғни осы екі түзуіміз А нүктесінде қиылысып тұр. Оны қалай жазамыз? А түзуімен қиылысады Б түзуі тең А нүктесінде. Яғни мынау тұрған бізде нүкте. Ал мына екеуі түзу. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай А нүктесінде қиылысып тұр. Келесі бізде А және В түзулері, А және В нүктелері А түзуінің бойында жатсын. Онда А түзуінің А және В нүктелері А мен В-ны қоса алғанда, олардың арасында орналасқан нүктелер жиыны АВ кесіндісі деп айтады. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, осы түзудің бойына А және В нүктесі берілген, осы аралықтың барлығы АВ кесіндісінің мәніне тең екен. Осы тұрған ең ұштары нүктелері, яғни А және Б нүктелері бұл кесіндінің ұштары деп аталады. Яғни бұл бізде АВ кесіндісі. Әрбір кесіндінің нөлден үлкен ұзындығы бар. Бұл бізде ереже болып келеді. Әрбір кесіндінің нөлден үлкен ұзындығы бар. Кесіндінің ұзындығы оның әрбір нүктесімен бөлінетін бөліктердің ұзындықтарының қосындысына тең. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, мына жерде мына суретте А және Б кесіндісі берілген. Осы кесіндінің бойына С нүктесі алынған. Яғни бізде АС кесіндісі бар және СВ кесіндісі бар. Сонда бізде АВ кесіндісінің ұзындығы АС кесіндісінің ұзындығы мен СВ кесіндісінің ұзындығына тең дейміз. Яғни кесіндінің ұзындығы оның әрбір нүктесімен бөлінген бөліктерінің ұзындықтарының қосындысына тең. Бізде АС-ның ұзындығы 0-ден басталып 6-ға дейін барып тұр. Сонда АВ кесіндісі тең 6 қосылынған СВ-міз бізде 6-дан 10-ға дейін барып тұр. Яғни 10-ның 6-ын айтсақ, бізде 4-те. 6-ға 4 қоссақ 10 сантиметр екен. Енді есепте шығарып көрейік. АВС нүктелері бір түзудің бойында жатыр. АВ 4,3 сантиметр, АС 7,5 сантиметр, ВС 3,2 сантиметр екендігі белгілі. А нүктесі В және С нүктелерінің арасында жатуы мүмкін бе? Бірінші сызып көрейік. Осындай түзу берілсін. Және бізде А нүктесі, ВС, мұнда В нүктесі болсын, мұнда С нүктесі болсын. Және мына жерден А нүктесін алайық. Енді бізде есептің шарты бойынша АВ-мыз немесе ВА-мыз қанша сантиметр? 4,3 сантиметр екен, ал АС-мыз есептің шартында 7,5 екен. 7,5 екен. Ал ВС-ның ұзындығы тоже берілген бізде 3,2. Бұл сәйкес келе ме? 3,2 бізде ереже бойынша осы АВ-мен немесе ВА-мен АС-ның қосындысына тең болу керек. Бұл бізде тең болмай тұр. Сондықтан А нүктесі ВС нүктелерінің ортасында жатуы мүмкін емес. Келесі бізде екінші сұрағы С нүктесі А және В нүктелерінің арасында жатуы мүмкін бе? Сызып көрейік. С нүктесін ортаға белгілейік. Және мына жерден А нүктесін, мына жерден В нүктесін белгілесек. Енді бізде А-ның ұзындығы 7,5, ал СВ-ның ұзындығы
немесе v-сының ұзындығы 3,2. Ал a-ның толық ұзындығы ол бізде 4,3-ке тең дейді. Бұл жерде де дұрыс емес болып тұр, a-сы мен c-ның ұзындықтарын қосқанда бізде 4,3-тен үлкен сан шығады. Сондықтан с нүктесі AV кесіндісінің ортасында жатуы мүмкін емес. Келесі үшінші сұрақ бізде AVS нүктелерінің қайсысы қалған екеуінің арасында орналасқан дейді. Бізде ең үлкені асы болып тұр, кесіндінің бөліктерінің арасында. Енді екі шеткі нүктені А мен С деп белгілеп көрейік. Асының ұзындығы бізде 7,5 және бір кез келген жерінде В нүктесі жатсын. Бізде А-ның ұзындығы 4,3 деген есептің шарты бойынша, В-сының ұзындығы 3,2 екен. Енді бізде сәйкес келіп тұрған сияқты, А-сының ұзындығымен. Яғни А-ның ұзындығына В-сының ұзындығын қосқан кезде 4,3-ке 3,2-ні қосқан кезде ол тең болып тұр. А-сының ұзындығына 7,5-ке тең болып тұр. Яғни бізде В нүктесі асы кесіндісінің арасында жатыр екен. Келесі есеп бізде А және В нүктелері А түсуінде жатыр. А-вымыз 6 см және ПА мен ПВ 9 см. Қосындысы 9 см екен. ПА мен ПВ-ның кесінділерінің ұзындықтарын табыңыз дейді. Егер біз П-ны осы жерге белгілеп көрсек, мына жерге А-ны белгілесек, мұнда В-ны белгілесек, бұл сәйкес келе ма? А-ның ұзындығы бізде 6-ға тең болса, ПА мен ПВ-ның ұзындықтарын қосындысы 9-ға тең бола алмайды. Яғни біз нүктелерді қате орналастырдық. Ендеше біз тағы да орналастырып көрейік. Біз осы жерге П нүктесін белгілеп, мына жерге А нүктесін белгілеп, осы жерге В нүктесін белгілеп көрсек қалай болады екен? Енді бізде есептің шарты бойынша А-вымыз 6 см-ге тең, мына аралығымыз 6 см және ПА мен ПВ-ның қосындысы 9-ға тең. Ендеше біз бұл есепті теңдеу арқылы шығарып көрсек, біз П аралығын X деп алсақ, ПВ аралығын Y деп алсақ, қалай болады екен? Бізде ПА-мыз X қосылу, ПВ-мыз ол бізде X қосылынған 6-ға тең, X қосылынған 6-ға тең, бұл бізде тең болып тұр 9-ға, яғни бізде толық ПА-ның ұзындығын алдық, ПА-ның екінші рет ұзындығын алдық және осы тұрған 6 см-ді қосып алдық. Сонда бізде 2x-іміз тең болады 9 азайтылған 6-ға, 2x-іміз тең болады 9-дан 6-ны азайтсақ 3, x-іміз тең болады 1,5-ке. Сонда бізде ПА-ның ұзындығы 1,5-ке тең екен. Яғни осы жеріміз 1,5-ке тең екен. Бізге нені табу керек? ПА мен ПВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз деді. ПА-ны таптық, енді ПВ-ны жалпы табуымыз керек. ПВ-мыз ол бізде 1,5 пен 6-ның қосындысына тең, ол бізде 7,5-ке тең екен. Есептің дұрыстығын тағы да тексеріп көрейік. ПА-мыз 1,5-ке тең. Қосамыз, ПВ-ның ұзындығы бізде 7,5-ке тең болды. Ол бізде тең 9-ға, 9-ға шығып тұр. Яғни бізде есептің шартымен тең келіп тұр. Келесі есеп бізде ұзындығы 28 см болатын кесінді өзара тең емес 3 бөлікке бөлінген. Шеткі екі бөліктерінің орталарының арақашықтығы 16 см, ортаңғы кесіндінің ұзындығын табыңдар дейді. Осындай бізге кесінді берілсін және олар тең емес 3 бөлікке бөлінген. Мына жер болсын, тағы да осы жер болса. Осындай бізде тең емес 3 аралыққа бөлінген. Және шеткі екі бөліктерінің орталарының арақашықтығы. Шеткі екі бөлігіміз осы екі бөлік, осы екі бөліктің тең орталарының арақашықтығы 16-ға тең дейді. Ал жалпы ұзындығы 28-ге тең. Енді біз мына бөліктерді X, Y, Z арқылы өрнектеп алсақ. Біз мынаны X деп белгілесек, мына жерді, мына аралықты Y деп белгілесек, мына аралықты Z деп белгілесек, енді біз осыған қарап теңдеулер жүйесін құрсақ қалай болады екен? X қосу Y қосу Z бізде тең емес болғандықтан әртүрлі әріптермен алдық. Ол бізде тең дейді 28-ге.
Енді 16-ны шығаруымыз керек. X-тің жартысы мына жер, X бөлінген 2 қосу Y толықтай алынып тұр, Y қосу Z-тің жартысы болып тұр. Мына жарта келмей қалып мына жер примерно. Z бөлінген 2 ол тең болып тұр 16-ға. Енді осы жүйені шешуіміз керек еміз. Қалай шығарсақ болады бұл теңдеу жүйесін? Бізде, егер біз екінші бөлікті 2-ге көбейтсек қалай болады екен? Бірінші теңдеуіміз тұра берсін. X қосылған Y қосу Z-іміз тең болады 28-ге. Екінші теңдеуді 2-ге көбейтсек, 2x бөлінген 2 қосу 2y қосу 2z бөлінген 2 тең 16 көбейтілген 2. Біз теңдеуді екі жағында бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, немесе қоссақ, азайтсақ, теңдеу өзгермейді, екі жағында бірдей амал қолдансақ. Енді мына жердегі қысқартатындарды қысқартсақ, 2 мен 2 қысқарады, 2 мен 2 қысқарады. Сонда бізде x қосылған y қосу z тең болады 28-ге. Ал екінші теңдеуде x қосу 2y қосу z тең болады 16-ны 2-ге көбейтсек 32-ге. Осындай бізде жүйе пайда болады екен. Енді бізге ортаңғы кесіндінің ұзындығы, яғни y табуымыз керек. Y-ті табу үшін, мынау екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтсақ, қалай болады екен? X-тан азайтамыз X-ті, қосамыз оған 2y-тан азайтамыз y-ті, оған қосамыз z-тен азайтамыз z-ті, тең болады 32-ден азайтамыз 28-ді. Сонда X-тан X азайтсақ 0, қосылынған y-тің өзі қалады. Қосу, мына жерде z пен z азайтсақ 0 болады. Тең 32-ден 28 азайтсақ 4 болады. Y-іміз тең 4-ке екен. Яғни бізде ортаңғы кесіндінің ұзындығы 4-ке тең екен. Келесі есеп бізде AV және S кесінділері бір түзудің бойында жаттыр, ал V мен S бұл кесінділердің ең жақын орналасқан нүктелері. Егер VS 5 см болса, және осы кесінділердің орталарының арақашықтығы 17 см болса, AD-ны табыңдар деген. Ең бірінші біз сызып көреге сызсақ, екі шетте бізде AV және S кесіндісі болып тұр. A және V нүктесін белгілесек, S және D нүктесін белгілейік. Енді бізде VS бұл ең жақын нүкте болу керек, және оның ұзындығы 5-ке тең екен. Келесі бізде, егер VS 5 см және осы кесінділердің орталарының қашықтығы 17 см болса, бізде екі кесінді берілген ғой, AV және S деген. Осы кесінділердің ортасын белгілеп, осы екі арақашықтық 17-ге тең болса дейді. Өткен есептегі сияқты біз AV кесіндісін X деп алсақ, VS кесіндісінің бізде ұзындығы бар, S кесіндісін Y деп алып, теңдеулер жүйесін шығарып көрейік. Бізде X бөлінген 2-ге қоссақ VS-ның ұзындығы 5-ті, оған қоссақ Y-ті, Y бөлінген 2-ні, сонда бізде 17 см шығып тұр, есептің жарты бойынша. Және келесі AD-ның ұзындығын табу керек екен. AD-ның ұзындығы бізде осы X пен Y-тің және 5-тің қосындысына тең. Яғни осының мәнін табуымыз керек. Осы теңдеу жүйесіне қарап. Бізде X қосу Y-тің мәні белгісіз, осы жаңа берілген X бөлу 2 қосу 5 қосу Y бөлінген 2 тең 17 деген теңдіктен X қосу Y-тің мәнін табайық. Ол үшін біз теңдеудің екі жағында 2-ге көбейтсек болады. Сонда бізде 2x бөлінген 2 қосу 5 көбейту 2-міз 10, қосу 2y бөлінген 2 тең 17 көбейту 2-ге тең болады. Енді осы екілерді қысқартсақ болады, x-тің жанында тұрған, y-тің жанында тұрған екінде қысқартсақ болады. Сонда бізде x қосу 10 қосу y тең 17-ні 2-ге көбейтсек 14 пройда 34 болады. 34. Енді осы жерден x қосу y өрнегінің мәнін тауып алайық. Сонда бізде ол 34-тен 10-ды өткізіп жіберсек 34 азайту 10-ға тең. X қосу y-тің мәні сонда бізде 24-ге тең екен. Енді бізде AD кесіндісінің ұзындығында тұрған өрнек бар ғой, осыған x қосу y-ті 24 деп жазып есептейік. Сонда x қосу y қосу 5 тең x y-тің орнына 24-ті қоямыз. 24 қосылынған 5 тең, ол бізде 29-ға тең болады екен.
түсінікті болса, келесі есеп бізде АВ кесіндісінің ұзындығы 6 см, кесіндінің ішінде С нүктесі белгіленген АС кесіндісінің ұзындығын табыңыз деді. Егер бізде АС азайтылған ВС тең болса 5-ке. Енді осыны бірінші сызып көрейік. А және В нүктелері берілген, және бізде С нүктесі бар екен. А-сыны біз X деп алсақ, А-сыдан азайту керек С-ны, иә. Так, біздің неміз, нүктеміз қате орналасып кетті, С-ны сәл өзгертсек. С-ны осы жерден белгілеп қойсақ. С нүктесін, өйткені біз А-сыдан азайтамыз В-сыны, иә. А-сыны біз X деп белгілеп алсақ, В-сыны біз Y деп белгілеп алсақ, теңдеу жүйесін құратын болсақ, X азайтылған Y тең болады 5-ке. Ал есептің шарты бойынша А-ның толық ұзындығы 6-ға тең, сонда X қосу Y-міз тең болады 6-ға. Енді осы теңдеулер жүйесін шығару керек. Теңдеулер жүйесінде бұл жерде 2 теңдеуді қоссақ тиімді болады. 2x минус Y плюс Y болады, тең 6 қосу 5-міз, ол бізде 11-ге тең. Сонда мына жерде Y пен Y жойылады, 2x тең болады 11-ге, X-міз тең болады 5,5-ке. Енді біз X-тің мәнін таптық. Келесі Y-тің мәнін табайық. Ол үшін осы бірінші X минус Y тең 5 деген теңдеуден Y-ті өрнектеп алсақ. Сонда X азайтылған 5 тең болады Y-ға. Енді X-тің мәні бізде 5,5 болды. 5,5-ін азайтамыз 5-ті. Ол бізде тең Y-ға. 5,5-тен 5 азайтсақ 0,5. Яғни Y-тің мәні 0,5-ге тең екен. Бізде X-міздің мәні 5,5 болды, ал Y-міздің мәні 0,5 болды. Бұл бізде А тапсырмасы. Келесі А тапсырмасы. А-сы бөлінген В-сы тең 1 бөлінген 11 қатынасында. Жалпы қатынас берілсе қалай шығарамыз? Так, графигімізді қайтадан сызып көрсек. Кесіндімізді А нүктесін белгілейік. А нүктесі және В нүктесі, оның арасында С нүктесі жатыр. Бізде қатынаста 1 бөлінген 11 қатынасына деп тұр. Біз оны, мысалы, мына А-сының ұзындығын 1x деп белгілесек, С-ның ұзындығы 11x-қа тең деген сөз. Мысалы, бұл жерде қатынас, яғни бөлу, қысқарту сияқты. Мысалы, 1x-ті бөліп тастаса қайтадан x-қа, 11x-қа, x-тар 1 дейсің ғой, қайтадан 1 бөлінген 11 шығады. Яғни бұл біз жанында тұрған x-тің қандай көбейтіліп тұрған x-ті қандай сан екенін табуымыз керек. Есептің шарты бойынша енді 1x-қа қоссақ 11x-ті, ол бізде 12x, ол бізде 6-ға тең екен. Енді x-тің мәнін тапсақ, 6-ны бөлсек 12-ге, онда бізде шығады 0,5. Сонда біздің x-міздің мәні 0,5-ке тең. X дегеніміз ол А-сы, А-сы дегені біз 1x деп белгіледік. 1x-қа 0,5-ті қойсақ 0,5-ке тең. Ал С-ның ұзындығы ол бізде 11x болды. 11x, оның орнына 0,5 қойсақ, 5,5 шығады. Қатынас түрінде берілсе, тура сол сандардың жанына x-ті өрнектеп шығарсақ болады екен. Осымен бүгінгі тақырыпқа арналған есептер аяқталды. Тақырып түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.